Сәлеметсіздер ме? Балдарыңызды қуанту мақсатында арасында осындай жеңіл ас дайындасаңыздар болады. Ол үшін бізге керегі брынза, қызанақ, зелень және піскен жұмыртқа. Тарелкамызды алып, оған укроп, петрушка болсын, болмаса салат жапырағы болсын, өздеріңіздің қалауларыңызбен көктерді орналастырасыздар да. Үстіне 2 жұмыртқаны кішкене ғана шетін қырқып орналастырамыз. 2 жұмыртқаның үстіне 2 қызанақтан кесіп алып, саңыраулақтың қалпағын жасаймыз. Бұл жеңіл асқа брынза қосуға да болады. Жұмыртқаның сарысын үгітіп бүтіндей де қоюға болады. Және зәйтүн қоюға болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызбен. Және бұны саңыраулақ кейпіне келтіру үшін майонезді тамшылатып қолданамыз. Міне осындай жеңіл ас демде дайын болады. Келесіде тағы да бір жеңіл асымыз бар. Бұған үлкендеу бір қызанақ және брынза және зелень болса болғаны. Бұл тойымды әрі жеңіл тағам. Әсіресе салмақ тастағысы кеп жүрген аруларға өте жақсы. Сіздерді дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Мінекей осындай 2 жеңіл тамағымыз әп-сәтте дайын болды.